الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين Армысыздар, Кентау қаласының тұрғындары, қала қонақтары. Эфирде руханият бағдарламасы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жастардың дінге деген көзқарасы қандай. Бүгін біздің қонағымыз Кентау қалалық орталық мешітінің наиб имамы Құрбанқұлов Дастан мырза. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Дастан мырза, тақырыпты сұрақтардан бастамас бұрын өзіңіздің ойыңызды біліп кетсем деп едім. Жастардың дінге деген көзқарасына нақты тоқталып ашып айтып кетсеңіз. Бисмилля ва салату вассаламу аля расулилля. Ассаламу алейкум, құрметті мұсылман бауырлар. Қазіргі жастардың дінге бет бұруы өте жақсы нәрсе. Олардың осы дінге бет бұруы, имандылыққа баулуы біздерді рухани тәрбие алуымызға, рухани байлығымыздың жоғарылауына септігін тигізеді. Дегенмен біз бір қауіптен ретінде нәрсе бар, олардың жат ағымдарға немесе басқа кері ағымдарға кетіп қалу қаупі бар. Әсіресе сол кері ағымдағылар біздің рухани байлығымыз, мәдениетіміз, дәстүрімізді аяқ асты етуі қатты көзге түсуде. Біздер соған қарсы күрес ретінде оларға жақсы өзіміздің ата дәстүрімізден келе жатқан тура жолды ислам дінімізді насихаттауымыз керек. Олардың сол жолда кері әсерлі жаман істерге барып қоюымызға біз баршамыз жауаптымыз. Біз сол нәрседе басқаларға өрнек болу үшін жақсы істерді, жақсы имани сауаттылықты бірден өзімізден бастағанымыз дұрыс. Мысалы, мешітте немесе мешіт қызметкерлердің имани сабақтардан үйрену керек. Дұрыс айтасыз, Дастан мырза. Ал енді сізге алғашқы сұрағымды қойсам деп отырмын. Өзіңіз де білесіз, қазіргі жастар дінге деген ислам дініне топ-тобымен кіруде. Алайда осылардың барлығы ата-ананың қадірін білмейді. Осы туралы ашып, толыққанды айтып өтіп кетсеңіз. Жастардың дінге кіруі жақсы дедік. Дегенмен олардың осындай әке-шешені құрметтемеу сияқты, немесе дәстүріміз аяқ ету сияқты әрекеттері біздің ішімізді қынжылтады. Біз осылардың алдын алу үшін, осылардың іс-әрекеттен алдын алу үшін қолдан барынша әрекет етеміз. Асыл дініміз бізге ешқашан әке-шешені құрметтемеуге, немесе сол сияқты дәстүрімізді аяқ асты етуге бұйырмайды. Біз әке-шешемізді қандай құрметтеуіміз керек? Әрбір кеудесінде иманы бар жан Аллаға сенгеннен кейін өзіне қарасты туысқандарына, әсіресе әке-шешесіне жақсы мәміледе болу керек. Құранда да бірнеше рет айтылған аяттар бар осы әке-шешені құрметтеу жайлы. Әке-шешеңе жақсылық жаса деген. Пайғамбар саллаллаху хадистерінде де үлкен үш күнәні санаған кезде алғашында Аллаға серік қосу, одан кейін өтірік куәлік беру, содан соң мына әке-шешеге ақ болды айтылған. Демек бұл Аллаға иман келтіріп, мұсылман болғаннан кейін күнә ретінде енді Аллаға серік қоспау керек қой. Ол үлкен күнә. Дәл соның қатарында мына әке-шешеге ақ болып айтып отыр. Біз қандай бір жақсы мәмілеміз болса, қандай бір жақсы сөзіміз болса, әлбетте бірінші әке-шешемізге бастауымыз керек. Хадистерде айтылды ғой. Бір кісі кеп Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан: "Уа Расулалла, мен жақсылықты кімнен бастайын?" деді. Сол кезде Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Бірінші анаңнан баста" деді. Содан соң десе, тағы анаңнан деді. Одан кейін десе, тағы анаңнан деді. Содан соң әкеңнен деді. Қарап болсақ, бұл жерде біз жақсы мәмілемізді бірінші көшедегіден емес, бірінші достарымыздан емес, әйелімізден емес, бірінші анамыздан бастауымыз керек. Ал одан кейін жақсы мәмілемізді басқаларға да бере береміз. Көшеде жүрген кезде жақсы мәмілемен жүрсек, үйге келген кезде әке-шешемізге өте дөрекі болсақ, онда біздің адамгершілігімізден не қадір қалмақ? Біз мұсылман ретінде ең жақсы мәмілемізді бірінші әке-шешемізден бастайық. Өте дұрыс айтасыз. Ал енді екінші сұрағым болса, бүгінгі сұрақтың бәрі жалпы, мысалы жастарға қатысты.
қазіргі жастарымыз кераға діни ағымдардың жетегіне еріп дәстүрімізді аяқ асты етуде. Оны енді біртіндеп айтсақ өте көп. Соның ішінде кейбір нәрселерге ұмыт болып бара жатқан салт дәстүрлерді мойындағысы келмейді. Осы туралы да көңіл бөлсеңіз. Біздің ата дәстүрімізден келе жатқан ислам дініміз, ақ дініміз бар. Біздің осы ислам діні еліміздің, сондай бір дініміздің, еліміздің саясатымен де, дәстүрімен де бірі қатынаста болды. Сол ата дәстүріміз бізді еш қашан жаман жолға бастаған емес. Ал енді кейбір адамдар, қазір кері қарағандар, мен мұсылманмын дейді, содан кейін дәстүрді аяқ етуді мойындамайды, ол діннен емес дейді. Негізінде шариғат бойынша қай бір дәстүр шариғат негізінде қайшы келмейтін болса, ол әлбетте мақұлданады. Біз дәстүрімізде кейбір ырымдарды жоққа шығарамыз деп, барлық дәстүрімізді аяқ етуіміз, ол біз руханиятымызды, байлығымызды, қолдағы ұстап тұрған байлығымызды тастай салғанмен бірдей болады. Біз дәстүрімізді қалай ұстауымыз керек? Бір Алла бізге берген байлық болса, біз оны сондай өзіміздің байлығымыз ретінде, және онымыз біздің күнделікті өмірімізге қарым-қатынаста болғаннан кейін, соған бірге сол дәстүрімізді дәріптеп, сонымен жүргеніміз жөн болады. Бұл дәстүріміздің келіп шығуы да, олардың бізге пайдасы да орасан зор. Бұның барлығы ежелден бастап біздің сол тұла бойлы адамгершілігімізді сақтау үшін, біздің сол рухани байлығымыз асқақтау үшін осы дәстүріміз бізге үлкен көмекке көрсеткен. Ал біз оны бірден жоққа шығарсақ қалай болмақ? Дінімізді біз дұрыс үйренбейінше біз тұралыққа жетпейміз. Ал дініміз дәстүрге еш қашан қайшы пікірде болмаған. Дұрыс айтасыз, Дастанымызда. Енді тағы сұрағым бар. Туыстық қарым-қатынас туралы ислам діні не айтады? Ислам діні барша адаммен жақсы мәміледе болуды бұйырса, туысқандық қарым-қатынасты реттеу үшін аса мән беруге шақырады. Сіз жақсы мәмілеңізді бірінші кімнен бастайсыз? Бірінші отбасыңыздан бастасаңыз, содан кейін туысқандық қарым-қатынасыңызды реттеуге, туысқандарыңызға арнауыңыз керек. Сіздің жақсы мәмілеңізге солар лайықты. Бағана хадисте айтылғандай, бірінші жақсылықты кімнен бастайын дегенде, енді отбасыдағы анаңыздан баста десе, кейін әкеңнен баста деді. Ал содан кейінгі жақсылықты туысқандарға не істеу керек, арнау керек. Басқа бір хадисте бір сахаба сұрайды: "О Алланың елшісі, мен жақсылықты кімнен бастайын?" дейді. Сол кезде садақаны кімге берейін дейді. Сол кезде бірінші өзіңе жақын кісілерге бер деп бұйырған. Енді қарап отырсақ, бұл хадистің соңында басқаға берген бір садақаң бір сауап жазылса, туысқаныңа бергенің 2 есе көп болуы айтылған. Енді демек, туысқандық қарым-қатынасты реттеу, оларға жақсылық жасау өте ұлы іс болып саналады. Бір мәжілісте Пайғамбарымыз сахабалармен бірге отырған кезде, бір Пайғамбар өзінің сөзінде айтып қалады: "Мына мәжілісте туысқандық қарым-қатынасты бұзған адам отырмасын" дейді. Сол кезде арасында бір жігіт тұрып кетеді, біраз уақыттан кейін келеді. Сол кезде Пайғамбар сұрайды: "Ғой, қайда кетіп қалдың?" дейді. Сол кезде бір нағашы әпкем бар еді. Соны мен ренжітіп қойған едім. Содан кешірім сұрап келдім дейді. Сол кезде Пайғамбарымыз дұрыс істедің дейді. Басқа бір хадисте Рамазан айы жақындаған кезде Пайғамбар бірнеше адамның күнәсі кешірілмейтіні айтылады. Мына соның қатарында кім туысқандық қарым-қатынасты әдейі үзетін болса, Алла Тағала да онымен қарым-қатынасты үзеді дейді. Қашан біздің ғибадаттарымыз қабыл болуды біз қалайтын болсақ, Алланың құзырында ұлы дәрежеге жетуді қаласақ, және ризқымыздың молаюына, берекеге толуына қалайтын болсақ, мына сол кезде бірінші отбасымызға және туысқандық қарым-қатынасты реттеуіміз керек. Хадистердің бірінде кімде-кім туысқандық қарым-қатынасты үзетін болса, оның ризқы кесілетіні айтылады. Басқа бір хадистерде кім ризқының кем болуын қаласа, өмірінің ұзақ болуын қалайтын болса, онда бірінші туысқандық қарым-қатынасты жақсырап реттеп алсын деп айтылған. Мына соған қарасақ, біздің дініміз әрқашан туысқандық қарым-қатынасты
реттеп отыруға, әрқашан сол жақсылық жасауға шақырып отырған. Дұрыс айтасыз Дастан мырза. Енді қазіргі таңда сұрақтар өте көп, бірақ сізге енді соңғы нақты сұрағымды қояйын. Көкейде жүрген әрбір ата-ананың, отбасының көкейінде жүрген сұрақ. Бұл дегеніміз, жастар керағар діни ағымға кетпеу үшін не істеуге болады? Осы жағдайды жақсылап түсіндіріп айтып кетсеңіз, ашып нақтылап. Біздің жастарымыздың дінге бет бұруы үлкен бір көзімізді қуанататын бір жақсылық деп есептейміз. Алайда олардың кері ағымдарға кетіп қалуы бізге төндіретін бір қауіп және бізге бір ішімізді қынжылтатын бір жаман нәрсе. Енді олардың алдын алу үшін баршамыз біз әке-шеше болып, дос бауыр болып, біз имам ретінде, сіздер соған туысқан бауыр ретінде жаныңыз ашып, жақсы, яғни өзіміздің дәріптелген ислам дінінің негізгі бір өзіміздің ата-үстімізден келе жатқан ислам дінінің ішінде ханафи мазхабы, сүннеттік бағыты, соған біз шақыруымыз керек. Және сол өзіміздің мазхабымызды дұрыстап үйретуіміз керек, жақсы білім беруіміз керек. Сол діни білімді өзіне қатысты Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қатысты мешіттерден үйренуіміз дұрыс болады. Енді біз діни білімді көшеде немесе интернеттен үйреніп алып, анау мындай екен, мынау мындай екен десеңіз дұрыс болмайды. Соны үшін дінді дұрыс үйренуіміз керек, оларға да үйретуіміз керек, оларға да жанымызды ашуымыз керек. Тек қана мен өзім намаз оқысам болды, дұрыс жолда бол деп емес, оларды да сол жақсы жолға, дұрыс жолға шақырайық. Дұрыс айтасыз Дастан мырза. Қазіргі таңда білім алуларыңыз келсе, діни сауаттарыңыз ашыларыңыз келсе, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы арнайы бекітілген мешіттерден, бекітілген имамдардан сауаттарыңыз ашсаңыздар болады. Енді толықтай сөз өзіңізден, нақты ойыңызды жинақтап айтып кетсеңіз. Біз альхамдулилля баршамыз мұсылманбыз. Бәріміз Алланы танимыз, баршамыз мұсылманбыз. Біз осы мұсылман ретінде кімге жақсылық жасауымыз керек десек, жақсыларымыздан жасауымыз керек. Біз өзімізді қалай Алланың бір рахметін, Алланың бір сондай мейірімін өзімізге қаласақ, басқаларда қалауымыз керек. Басқаларда сол тура жол болуды, жәннатқа кіруін қалауымыз керек. Сол жолда әрекеттесуіміз керек. Біздің келер болашағымыз ол жастарымыз. Жастарымыздың дұрыс жолда болуы біздің келешегіміздің жарқын болуына белгі болады. Біз сол жастарымызды дұрыс білім алу үшін баршамыз бірге атсалысайық. Дұрыс жерден мәлімет берейік, дұрыс сабақтарға мешіттен алсын. Имандылығымыз болатын болса, әлбетте біз берекеге толарымыз белгілі. Дегенмен кері ағымға кетіп қалу қаупі болған кезде біз одан аса сақ болуымыз керек. Рахмет Дастан мырза. Бүгін бізде қонақта болған Кентау қалалық орталық мешітінің наиб имамы Құрбанқұлов Дастан мырза. Кездескенше сау саламатта болыңыздар. طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاب